Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Біз 169 мектеп лицейінің атынан жас мамандарынан сіздерге сұрақ қояқ деп едік. Соны қалай қарайсыз? Жақсы. Қазіргі кезде тәртіпті және тәрбиелі ұрпақ қалыптастыруда мектептің тигізер үлесі зор. Бірақ сонда да жасөспірімдер мен оқушылар арасындағы тәрбиеге байланысты бұзақылықтар әлі де көп орын алуда. Соған байланысты өзіңізді тәрбие жайында және білім саласында жүрген маман ретінде өзіңіздің ойыңызды және пікіріңізді айтсаңыз. Енді тәрбие жайында болғанда жалғыз бұл жерде бір ғана мұғалім емес, ата-ана, мұғалім, бәрі оқушы үшеуі бірлескен түрде ғана жұмыс ілгері жүреді. Әрине жас болғаннан кейін бәрі біздің де көз алдымызда өтті. Себебі жас мамандарға көмесе әдіс тәсілдерді баланың жүрегінен орын алатындай нәрсені тауып алу керек. Сонда ғана баланың жүрегінен орын алу керек қой. Баланың тілін таба білу керек.